Сәлем достар, сіздерге бүгін қытырлақ санзаның рецептісімен бөлісемін. Мен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен 2 бас пиязымызды жақсылап, ұсақтап турап аламыз. Тура мен секілді ұсақтап турайсыздар. Сосын барып кез келген фарштың үстіне саламыз. Енді кезекте 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық бұрышты салып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді кезекте менде дайын тесто, соны аламыз. Ол 2 бөлікте тұр. 2 тестаны аламын. Оны 3 бөлікке бөлемін. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты бөлсеңіздер болады. Менде орташа формада болады. Осылай кішкентай бөліктерге бөліп шығамын. Міне салмасы дайын. Енді оларды домалақтаймын. Міндетті түрде формасы домалақ болу қажет. Кішкене ұнға батырып аласыздар, көп ұнның қажеті жоқ. Және де өте қалың да емес, өте де жұқа да емес. Орташа етіп жаятын боламыз. Міне, ұнға көп шыламаңыздар. Ұнға көп шылайтын болсаңыздар, түйген кезде бір-біріне жабысқпайтын болады. Сосын ішіне 2 шай қасықтай салманы саламын. Маған осыншалықты жетеді. Сосын барып, білетіндеріңіздей 3 бұрышта етіп түйетін боламыз. Не осылай ғана түйсеңіздер жеткілікті. Енді кезекте оны салып дайындаймыз. Бетіне 1 тал жұмыртқаны жарып, араластырып, жағып шығамыз. Жұмыртқаны бөлудің қажеті жоқ. Жұмыртқаның өзін бірден қоссаңыздар болады. Не жақсылап жағып шығып, бетіне күнжіт немесе мақ қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен қоспауды жөн көрдім. Енді осы самсамызды 180 градуста 35-40 минутқа пісіретін боламыз. Міне тез арада бізде самса дайын болды. Не керемет қытырлақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз.